Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Аружан. Бүгін каналымда баршаңызға таныс осындай оливье салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Ендеше аз мөлшерде ет қосылған оливьені жасауды бастаймыз. Барлық заттарды өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Мен аз мөлшерде салат жасайтын болғандықтан 2-3 данадан ғана қосып отырдым. Бізге керегі картоп, сәбіз, піскен ет, тұздалған қияр, жұмыртқа және де салатқа арналған горох қажет болады. Горохтан басқа заттарымыздың барлығын кубик тәрізді етіп турап аламыз. Сіздерге салатқа қосатын заттарды майда кубик тәрізді етіп туруға кеңес етемін. Ол біздің салатымызды одан әрі әдемі етіп көрсетеді. Барлығын толықтай бір қалыпта майда кубик тәрізді етіп турап алыңыздар. Содан соң тағы бір айтатын нәрсе, салатымызға картопты айтарлықтай көп қоспаңыздар. Көп қосқан жағдайда салаттың бойындағы майонезді картоп өзіне тартып алып, біздің салатымыз құрғақ болып қалуы мүмкін. Егерде колбасаны ұнатпайтындарыңыз болатын болса, осылай етпен алмастырып жасасаңыздар болады. Етімізді майлы емес етіп таңдап аламыз. Менде аз мөлшерде майы болды. Менің қателігімді жасамауға тырысыңыздар. Көп адамдар бұл салатқа етті қосатын болғандықтан, басқа өңірлерде бұл салат мясной салат деп аталып кеткен. Достар, бұл салатты жасай алмайтын ешқандай қиындығы жоқ. Барлығын толықтай пісіріп, осылай кубик тәрізді етіп, турап, майонезбен араластырып, өз қалауыңызша әрлеп ұсынасыздар. Менің каналымда қандай да бір салаттарды, тәттілер мен торттарды көргіңіз келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Осылайша тұздалған қиярымызды да майда кубик тәрізді етіп турап дайындап аламыз. Салатымыздың құрамында тұзының мөлшері көп болса екен десеңіздер, қиярымызды одан сайын көбейтіп турап алсаңыздар болады. Осылай барлығын турап алған соң, салатқа арналған горохты салып, 67% майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Сіздерге салатқа 67% майонезді қолдануға кеңес етемін, себебі жеңіл түрдегі майонездер біздің салатымыздың бойына сіңіп, тіптен майонез көрінбей қалады. Міне достар, осылайша менің оливье салатым дайын. Мен дәміне қарай кішкене тұз қостым. Ол біздің салатымызды одан әрі дәмдірек ете түседі. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аружан.